أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жиналған қауым, құрметті жамағат, бүгінгі қасиетті жұма баршамызға берекелі болсын. Алла тағаланың алдында парызымызды орындайық, дұғамызды жасайық деген ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі қасиетті жұма уағызының тақырыбы тазалық. Жалпы білеміз, біздің дініміз өзі тазалықтан құралған. Алла тағала Құран-ы Кәрімде де, пайғамбарымыздың өзінің хадистерінде де көп жерде мұсылманның таза болу керек екендігін. Дініміз тазалықтан тұрады, соны біліңіздер. Ең бірінші пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам мынандай хадис айтқан: «Инна Аллаха тойибун ла яқбалу илля тойибан» дейді. Алла тағала таза, тазадан басқа нәрсені қабылдамайды деген сөз. Алла тағала таза, яғни тазадан басқа нәрселер, яғни лас нәрселерді қабылдамайды. Енді біліп жүрейік, жалпы таза деп нені қолданамыз? Жалпы дінімізде таза, адал, жақсы көрінген нәрселердің барлығы таза болып көрінеді. Ал егер лас болса, нәжіс болса, күнәлі істердің барлығына лас деп қолданылады. Соны білейік. Енді баршамызға белгілі бір хадис бар, ат-тухуру шатрул иман деген, білеміз, баршамыз білеміз. Яғни тазалық ол иманның жартысы дейді. Пайғамбарымыз айтқан хадисінде, тазалық ол иманның жартысы. Енді біреулер түсінеді, тазалық тек қана ол дене тазалығы, киім тазалығы деп. Жоқ, ол тек қана оған байланысты емес, бұл жүрекке де байланысты. Тазалық содан да тұрады. Яғни сіздің жүрегіңіз күпірліктен, көп құдайшылдықтан, хасад дейміз, жаңа қызғаныш, көре алмаушылық, тәкаппарлықтан таза болу керек. Яғни екі жақты да алып жүру керек. Тән тазалығы болу керек, жүрек тазалығы болу керек, сосын дене тазалығы болу керек. Сосын әрине енді қоршаған ортамызды да таза ұстауға біздің енді көп десек, былай айтқанда айтып жатсақ өзімізге тиеді ғой, бірақ біз қалып бара жатырмыз. Осы тазалық жағынан қатты қалып бара жатырмыз. Енді біз деп тұрғанымыз, енді біз емес, бұл мұсылман әлемін айтып жатырмын. Мұсылман әлемі батыс елдерінен қарағанда тазалықта өте артта. Тазалықта. Яғни бізге Алла тағала бұйырып тұр, таза болыңдар дейді. Құран-ы Кәрімде «Инна Аллаха юхиббу ат-тауабина вал мутатаххирин» дейді. Расында Алла тағала тәубе етушілерді және тазаланушыларды жақсы көреді деген аят бар, баршамыз оны оқып жүрміз. Бірақ соған келген кезде біз амал етпейміз. Енді тәуабин дегеніміз тәубе етушілер. Тәубе етсеңіз неден тазарасыз? Күнәлі істеріңізден Алла тағаладан кешірім сұрайсыз, жүрегіңіздегі жаңағы жаман дерттер, жаңа айтқан сабырсыздығыңыз болсын, барлығынан тәубе етесіз, солай тазарасыз рухани. Одан кейін мутатаххирин, яғни тазаланушылар, яғни сіз таза жүруге тырысасыз. Алла тағала соларды жақсы көреді деп міне өзі Құран-ы Кәрімде айтып жатыр. Біздің дініміз әр нәрсенің жақсы болғанын қалайды және соған бұйырады. Ең бірінші біз малды соямыз, мал. Бізге адал болсын деп Алла тағала бізге бауыздауды әмір етті. Бауыздауды. Яғни сіз енді кім бауыздамай жатыр? Васяда, Амита, Хыбачанда бәрі бауыздап жатыр ғой малды. Бірақ Алла тағала кім дейді? Бисмилля деп айтыңдар дейді. Бисмилля, Аллаху акбар деп бауыздың. Сол сөзді айту арқылы біз не істейміз? Малды тазартамыз, өзімізге адал қыламыз. Ол бір жағынан сауап, екінші жағынан ол мал сізге адал болады, таза болады. Және малды армандайды екен. Арам өлгенімше мен Алланың жолында құрбан болайын деп армандайды екен. Ал сіз оны харам қылып сойып жүрсеңіз, ол арам өлген болады да, қарғысына қаласыз былай айтқанда. Бізде бар ғой, сенде жазық жоқ, менде не дейді, азық жоқ дейме, Алла да бауыздайды. Олай дұрыс емес. Бисмилля, Аллаху акбар деп бауыздауға бұйырды ма, солай бауыздау бізге шарт. Сауап және адал болып есептеледі. Ол сіздің жеп жатқан тамағыңыз адал болса, сіздің жеп жатқан жаңағы тамағыңыз
таза болып жатса, сізге де жақсы ғой. Дұға қабыл болуының негізгі шарттарының бірі адалас. Адам арам жесе, мына оқиға бар ғой, пайғамбарымыздың заманында пайғамбарымыз уағыз айтып отырғанда бір кісі келеді. Үсті басы алба жұлба, шашы өсіп кеткен сондай бір кісі келеді, дұға жасайды, я Робби деп. Сол кезде Алла тағала айтады, бұның жегені харам, кигені харам, үсті басы кіргір, бұның дұғасы қайдан қабыл болсын дейді. Сондықтан да мұсылман адам ондай болуға талпынбау керек, таза бол. Енді біреулер айтады, енді дене тазалығы маңызды емес негізі дейді, маңызды емес. Біздің жүрегіміз таза болса ғой дейді. Сол маңызды ғой дейді. Ана бір хадис бар ғой. Ин Аллаха ла янзуру иля амуаликум ва суарикум деген бар ғой. Алла тағала сендердің малдарына және дене бітімдеріне қарамайды. Янзур иля амаликум ва амаликум ва фи судурихим дейді. Яғни сендердің амалдарына және жүректеріне қарайды деген. Соны алып алады да, мен жүрегім таза болса екен деп, сыртқы айтқанда нені қалдырып кетеді, тазалықты. Сыртқы тазалықты қалдырып қояды. Біреулер керісінше болады, ішкі тазалықты қалдырып қояды да, сыртқы тазалыққа көңіл бөледі. Бірақ дініміз оны бұйырмайды. Біздің ішіміз де таза болу керек, сыртымыз да таза болу керек. Соны бұйырады, соны біліп жүріңіздер. Енді мұсылман адам баласы жалпы әр нәрсені таза істеуге тырысу керек. Жаңа айттық қой, ішкі сырт, бірақ ол нәрсе одан ғана тұрмайды. Сіздің тауып жатқан табысыңыз да адал болу керек. Және адал нәрсеге жұмсалу керек. Таза нәрседен табылып, таза нәрсеге айтқанда жұмсалу керек. Әне сіздің істеп жатқан кәсібіңіз, бизнесіңіз барлығы адал болу керек. Ешкімді алдауға болмайды. Біреуді лақтырып кетуге болмайды. Біреудің ақысын жеп, яғни біреудің зарплатасын бермей қалып, өзіңіздің қалтаңызға басуға рұқсат етпейді. Ол сіздің тауып жатқан айтқанда кәсібіңіздің таза емес екендігін білдіреді. Сол арқылы сіздің семьяңыз зардап шегуі мүмкін. Семьяңыз зардап шегеді. Ана айтамыз олғайдар, Омар радиаллаху анху, егер мен күнәлі іс жасасам, мен семьямнан байқам дейді. Бір күнә істеп қойдым ба мен оны байқап, яғни адам баласы байқамай қалуы мүмкін бір күнәлі істеп қойғанда. Бірақ оның семьясы хабар береді содан. Әйеліңіз мінез шығара бастайды, шайды дұрыс қимай, немесе балаңыз сіздің тіліңізді алмайды, немесе көлігіңіз бұзылып жатады. Сол нәрседе қатты сақ болу керек. Одан кейін үйлену. Алла тағала бізге үйленуді таза қылды, яғни Алла тағаланың алдында заңды некелеріңізді қиясыздар. Сол арқылы сіздер бір-бірлеріңізге адал болдыңыздар, таза болдыңыздар. Бірақ оның керісіншесі бар, зина деген нәрсе бар. Ол лас нәрселерге айтылады. Яғни Құран кәрімде аят бар ғой. Ат-тойибату лит-тойибина, ат-тойибуна лит-тойибат. Таза әйелдер таза еркектерге дейді. Таза еркектер таза әйелдерге болады. Осы нәрсе ғой. Алла тағала, яғни өзінің арын сақтаған, зинаға жақындамаған адамды таза деп жатыр. Таза. Мына қазақта да 7 ұрпақ деген бар ғой бізде, 7 ата. Тазалықты сақтау біздің ата заманнан бар. Ол ата заманнан бар. 7 бізде енді шариғатта 4 болса, біздің қазақтар 7-ге шейін көтеріп тастаған. Тазалықты сақтау бізге міндет болғандықтан. Ал оның керісіншесі зина бар, Әл-хобисату лил-хобисина, әл-хобисуна лил-хобисат. Лас әйелдер, лас еркектерге, лас еркектер, лас әйелдерге деп Алла тағала бекітіп тастаған осы. Яғни қалай қазақта айтады ғой, тенімен, тезек қабымен дейді. Осы нәрсені білу керек. Сіз таза жүрсеңіз, сіздің болашақ жарыңыз да таза жүретін болады. Қазір сондай нәрсеге жақындап жүрсеңіз, ол да солай жақындап жүр деген сөз. Алла тағала әділ. Алла тағала әділ, ұмытпаңыздар. Сізді сондайға қосып қою мүмкін, Сол үшін өзіңіз таза болу керексіз. Сол кезде балаңыз да, әйеліңіз де таза болады. Мына аятты ешқашан ұмытпау керек. Енді мына қатты мән бергім келіп тұрған нәрсе бүгінгі адалас дедік қой.
сол адаластық мәселесінде Алла тағала көптеген бізге аяттар келтіреді. Мына Құран кәрімде Алла астағфирулла алейума ухилля лакум тойибат. Бүгін сендерге жақсы нәрселердің барлығы халал болды, яғни адал болды дейді. Отаамул лазина утул китаб хиллул лакум отаамукум хиллул лакум дейді. Кітап иелерінің, бұрынғы кітап иелері бар, бізде яһудилер мен христиандар бар. Олардың бауыздаған малдары сендерге адал. Сендердің малдарын бауыздаған оларға адал дейді. Түсініп отырсыздар ғой, Яғни біздің дініміз христиан адамдардың малын жеуге рұқсат еткен. Яғни ол кісілер бауыздаған болса, оларға рұқсат етеді біздің дініміз. Яһуди болсын, бірақ андай не емес, пұтқа табынушы, олардікі харам. Отқа табынушы, пұтқа табынушылардікі харам. Бірақ ахли кітап, енді қазір оған тоқталмай қойық, тем более қазір тоқталсақ кіріп кетеміз ішіне. Қатты бармай қойық, бірақ біліп жүріңіздер, олардікі халал, нағыз христиандардікін айтайық, нағыз христиандардікі. Енді в кавычках түсініп отырсыздар, сол үшін адал ас, не дейді, арлы ұрпақ дей ма? Атам қазақ, соны қатты естеріңізде болсын. Адал ас, яғни қазір мысал үшін біз не үшін халалды дамытып жатырмыз? Халалды не үшін дамытып жатырмыз? Намазхандар, мысал үшін біз требование бар ғой, көп қазір ресторандар, кафелер алып жатыр халалды. Яғни ол сізге қажет. Ол бізге қажет емес, біреулер айтады, ол бизнес дейді. Ана муфтият өзін бизнестен мутеттен ақша жасап, жоқ, ол емес. Ол сіз үшін, біз үшін. Сіздің жеген тағамыңыз адал болса, біздің жегеніміз тағамымыз адал болса, біз намазға тұрамыз. Сіздер үшін біз жауап береміз. Түсініп отырсыздар ғой. Біздің жегеніміз арам болса, біз қалай намазға шығамыз? Намазда қалай сіздерге оқытамыз? Сол үшін қатты мән берілетін нәрсе. Сіз намаз оқисыз, қатты мән берілетін нәрсе. Яғни сақтанғанды Құдай сақтайды қазақта. Сақтану керек. Алла тағала өзі алыстатып жүреді. Егер алдыңызға не қойса, соны жей берсеңіз болмайды ғой. Ана Нығматулла деген, білесіздер, бір оқиға бар ғой, Шакрух ханның кезінде болған. Нығматулла деген кісі болған, қатты тақуа кісі. Сөйтіп, сол Шакрух хан шақырат алдына, келдіңдер деп. Мен естідім, сен алдына не келсе, соны жей береді екенсің дейді. Сен оның харам халалына қарамайсың ба дейді. Сол кезде деді, мен Алла тағала сақтап қойған одан дейді. Мен өзім сақтанам өйткені дейді. Алла тағала мені сақтап қойған сол нәрседен. Мен бұны сынайын деп, Шакрух хан деген жаңағы ауылдың шетінде бір не болады, жесір әйел. Соның қозысын ұрлап кетеді, сойып, жаңағы Нығматулланы шақырады қонаққа, кел, қонақ бол менен деп. Тамақ піскен кезде алдына кеп, Нығматулла жеп алады. Сол кезде айтады, мен саған айттым ғой, сұрамайсың ба сен дейді. Мынау жесір әйелдің мен зұлымдықпен тартып алдым, сен соны жеп отырсың, саған харам болды. Жоқ дейтін, бұл маған адал болды дейді. Қалай адал, мен саған айттым деп, ана жесір әйелді алып келеді. Сөз жесір әйелге айтады, мен сенен тартып алдым ғой, мынаған соны сойып бердім. Айтшы, жоқ дейді, мынау кім дейді, Нығматулла деген кісі дейді. Иә дейді, мен өзім үйден ниет етіп шыққам дейді. Мұнда бір тақуа кісі бар, Нығматулла. Бұл қозыны мен оған сыйлыққа берейін дегем дейді. Ал сіз тартып алдыңыз дейді, оған сойып бердіңіз дейді. Міне көрдіңіз бе, қалай? Алла тағала сақтанса, сақтайды. Сол үшін харам нәрселерден алыстасаңыз, Алла тағала сізді алыстатады одан. Сақтану керек, құрметті жамағат, соны қатты біліңіздер. Және киім әдебі, құрметті жамағат, киім әдебіңізге қатты мән берілу керек, киім әдебіне. Сіздің үстіңізден жаман иістер шығып тұрмау керек. Мұсылманнан, жалпы пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, хомсун минал фитра деген. Содан бастайықшы бірінші, хомсун минал фитра дейді. Яғни адам баласының табиғатынан 5 нәрсе міндет болады. Міндет сізге. Бірінші ол хитан. Хитан дегеніміз не? Сүндетке отыру. Енді сүндетке отыру, түсініп отырсыздар ғой? Сүндетке отыру керек. Адам баласы ол тазалық. Ол мұсылмандықтың белгісі емес. Ана бір өлең бар, 5 жастан мен мұсылманмын деп, ол емес. Ол тазалық. Адам баласы таза болу үшін сүндетке отыру керек. Ол фитрат, ол адамның болмысы сондай болды. Соны жақсы көріп тұрады. Одан кейін не? Әл-истихдат. Истихдат дегеніміз түктерді алу. Ұятты жердің түктерін алу. Адам баласы түктерін алу керек.
ұятта болса айтайық, ұлы сөздің ұяты жоқ. Жылдап тазаламайтындар бар да, жылдап. Сол нәрсеге қатты мән беру керек, құрметті жамағат. Сосын нәтфіл ебти. Ол мына қолтықтың жүнін қыру. Ол да тазалыққа жатады. Адам баласы тазалану керек сонымен. Одан кейін тақлимул асфар. Енді ол проблема жоқ шығар, тырнақты алуда. Бірақ кейбір болады, тырнағында алмайды. Арасы күс-күс, май-май болып жүретіндер болады. 5 уақыт намаз оқисыз да? Енді бізге қатысты бар шығар оны. 5 уақыт намаз оқисыз. Сіз күніне 5 рет жуасыз қолыңызды. Кем дегенде енді айтып отырмын. Тамақтан бос уақыт. Сіздің қолыңызда не только кір, микроб болмау керек қой. Тазалану керек сол үшін. Құрметті жамағат. Одан кейін соңғысы не? Қоссу шариф. Ол мұртты басу. Яғни мұрт қатты өсіп кетпеу керек. Мұрт кесеген, мұртқа ерінге түсіп тұрмау керек мұрт. Соған қатты мән беру керек. Мұсылман адамның тазалығы осы 5 нәрседен тұрады. Пайғамбарымыздың хадисіне келгендей. Енді жалпы білесіздер, қоғамдық орындарға келейік енді. Мешіт болсын, пайғамбарымыз айтқан, біздің мешітке кімде-кім сарымсақ, пияз жесе жоламасын деген, сондай пияз жеген, пияз дегеніміз жуа, сарымсақ, біздің тілмен айтқанда, чеснок жеген адамдар келмесін деген, мешітке келмесін, жақындамасын деген. Біреу енді сарымсақ несінен де бөлек иістер бар ғой енді. Сарымсақтан мен енді былай айтқанда әдеби тілмен жеткізгім келіп жатыр. Мысалы кейбір адамдар ренжіп қалмасын деп. Бірақ ол нәрсе айтатын нәрсе, құрметті жамағат. Ауыздан жағымсыз иістің шықпауы бізге міндет. Пайғамбарымыздың хадисінде айтады ғой, егер менің үмбетіме ауыр болмағанда, мен мисуакты әрбір намаздың алдында қолдануға міндет қылар едім дейді. Яғни білген ғой біздің аузымызды тазаламайтынымызды. Сондықтан да ол міндет қылмаған әрбір намаздың алдында мисуак қолдануды. Енді мисуак дейміз, біреулер ойлайды таяқ деп. Таяқ ол не емес, таяқ қана емес, щетка, тіс щетка. Қазір енді современный заман ғой. Щеткамыз бар, пастамыз бар, соны қолдануды айтып отырмын. Адам баласының аузынан жағым, сарымсақ жеген адам білесіздер, өзі пайғамбарымыздан сұрайды, я Расулалла дейді, сіздің сарымсақ жегеніңізді көрмедім мен дейді. Бұның сыры не дейді? Негізі сарымсақ адал, ол денсаулыққа пайдалы, қан тамырларының жүрісіне жақсы екен, қанды сұйылтады, тромб болмайды былай айтқанда. Бірақ пайғамбарымыз жемеген. Сол кезде айтады, маған періштелер келеді ғой дейді. Яғни ол кімді айтып отыр? Жәбірейілді айтып отыр. Маған келген кезде ол қиналып кетеді дейді ана иістен дейді. Не только періште, қасындағы адам қашып кетеді ғой ана иістен. Қолтығыңыздан иіс шығып тұрса, аяғыңыздан иіс шығып тұрса, ол сіз мұсылман болғандықтан сізден ешқандай зиян көрмеу керек. Иіс су бар, киім ауыстыру, жалпы адам баласының таза болып жүруіне көп нәрсе қажет емес негізі. Жуынып тұрсаңыз болды ғой, көп нәрсе қажет. Алла тағала мына Құран кәрімден алғашқы аяттарын білесіздер ғой, бірінші алақ деген сүре түседі. Алақ. Алла тағала ол кезде айтады, оқы, Раббың атымен оқы, менің ұлық екенін түсіндір, адамның неден жаратылғандығын түсіреді. Одан кейінгі аяттарға көңіл салсаңыздар, зер салсаңыздар, қандай аяттар түскен? Мүддәссир деген түскен. Мүддәссир дегеніміз оранушы адам, оранып жатушы адам. Сол кезде Алла тағала айтады, я юхал мүддәссир, оранып жатушы. Құм фәңдер дейді. Тұр енді ескерт дейді. Яғни дініміз ол жатумен ғана болмайды. Мен намаз оқимын, мен жатам деген нәрсе жоқ. Мен ораза ұстап жатыр, мен жатам деген нәрседен мен тұрмайды. Адам баласы одан кейінгі вараббака факабир, Раббыңды ұлықта дейді. Сосын уафиябака фатохир дейді. Киіміңді тазала дейді. Адам баласының киімінің таза болуы шарт, міндет. Әрбір намаздың алдында адам баласы тазалану керек. Намаздың шарттары бар, сыртқы және ішкі. Сыртқы шарттарына адам баласы неден таза болу керек? Хадасат. Ең бірінші енді хадасат дегеніміз бой дәретсіздігі. Адам баласында ғұсылы болу керек, немесе дәреті болу керек. Адам содан таза болу керек. Одан кейін киімі таза болу керек. Киімі. Шан емес.
нәжістен таза болу керек. Яғни үлкен кіші дәрет тиіп кетуден, малдың бір қаны тиіп кетуден сақтанып тұру керек адам баласы. Түсінесіздер ғой? Даже Алла тағала айтпағанда біз ішкі киімді де тазаламайтын едік. Біздің ақылымыз жетпейтін еді сол нәрсеге. Ішкі киімді таза ұстау Алла тағала үйретіп қойды сол нәрсені. Мына бір оқиға айта кетейік. Дирар мешітінің оқиғасын білесіздер ғой. Медина қаласында мұнафиқтар қаланың сыртынан не салады? Мешіт салады. Не үшін? Мақсаттары информация. Ол мұсылмандардан алып, жаңағы мұсылмандардың нелеріне, жауларына айтып тұру. Сосын пайғамбарымыз шақырады: "Я Расулалла, біздің мешітке келіп бір намаз оқып кеттіңіз" дейді. Бір намаз оқып кеттіңіз дейді. Енді былай айтқанда қазіргі тілмен открытиясына келіңіз дейді. Открытиясын жасаймыз, біз келіңіз, намаз оқып кеттіңіз дейді. Сол кезде Алла тағала оған аят жібереді. Ол мешіттің негізі мұсылмандардың зиянына салынғандығы жайлы. Сол кезде ла масжидун уссиса аля тақуа мин ауали яумин ахаққу ан тақума фих деген аят түседі. Яғни алғашқы күннен тақуалық негізіне салынған мешітте сен намаз оқуға лайықтысың деп Құба мешітін айтады. Құба мешітін айтады. Пайғамбарымыз сол Құба мешітіне барады одан кейін. Аяттың жағасында риджалин юхиббуна ан ятатаххару валлаху юхиббул мутатаххирин деген аят. Ол жерде адамдар бар дейді. Олар тазалануды жақсы көреді дейді. Алла тағала тазаларды жақсы көреді дейді. Тазаланушыларды жақсы көреді деп. Сол кезде пайғамбарымыз бірден, сол жерде ансарлар болады енді. Пайғамбарымызға кезінде көмектескен ансарлар. Сосын сұрайды: "Сендерді Алла мақтап жатыр" дейді. "Немен тазаланасыңдар" дейді. Сол кезде айтады: "Біз енді сумен тазаланамыз" дейді. "Су болмаса кесекпен тазаланамыз" дейді. Не ішкі дәретті айтып жатыр ғой. Адам баласы сумен тазалану керек, болмаса қағазбен тазалану керек, қазіргі тілмен айтқан кезде. Сондықтан да құрметті жамағат, осы нәрселерге қатты мән берейік. Жақсы. Енді мешіттің тазалығына қатты мән берейік, құрметті жамағат, айта кетейік. Мына мешіттің тазалығына білесіздер, мына Ибрахим алейхиссалам туралы оқиғалар келеді Құран-ы Кәрімде. Ибрахим алейхиссаламның қатты қиналғандығы, оны отқа лақтырады, баласын бауыздауға бұйырады. Бірақ Алла тағала сондай дәреже береді, ол Халилулла атанады. Халилулла дегеніміз кім? Алланың досы. Алланың досы. Алланың досы. Ол қазіргі тұрған Қағбаны ұлы Ибрахиммен салады. Ибрахиммен салады. Сосын Алладан дұға сұрайды: "Я Раббымыз, бізден осыны қабыл ет. Бізге мына қажылық рәсімдерін үйретші." Әрина мәнәсикена деген аят бар, бізге мына қажылықтың нелерін үйрет деп. Алла тағала қандай әмір береді? Ең бірінші: "Ва ахидна иля Ибрахима ва Исмаила ан таххиру байтия литтоифина вал акифина ва рукуа суджуд" деген аят береді. Яғни Қағба тұрғызылады, одан кейін Алла тағаланы сұрайды: "Бізге үйрет" деп. Алла тағала бүкіл адамдарды қажылыққа шақырыңдар дейді да, мына тұрған менің үйімді тазалаңдар дейді. Тазалаңдар дейді, тазалаңдар дейді. Алла тағала ең бірінші берген әмірі тазалаңдар. Яғни мешітімізді таза ұстау бізге де міндет, құрметті жамағат. Мына пайғамбарымыздың хадисі бар: "Маған үмбетімнің несі көрсетілді" дейді, сауаптары дейді. Уджур деп келеді, енді сауаптар көрсетіледі. Сол кезде тіпті мешіттен кішкентай қоқыс алған адамның да сауабы көрсетілген бізге дейді. Маған дейді. Алла тағаланың солғанда сауап беретіндігі. Құрметті жамағат, арттарыңыздан тазалап кетіңіздер. Білесіздер, жақында ғана ауыстырылды мына баласы. Адам баласы өзіне де зиян бермеу керек, біреуге де зиян бермеу керек. Осы нәрселерге қатты көңіл бөлейік. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.